Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялауына қатысты. Назарбаев зияткерлік мектептерінде 2019-2020 оқу жылында ұрпақтар сабақтастығы жобасын жүзеге асыру қолға алынды. Тараз қаласына физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі бұл үрдістен қалыс қалмай, мектептегі қарияларға қажетті дағдыларды дамытатын түрлі шараларға аймақтағы жалғызілікті қарттарды қатыстырып келеді. Ерікті топ оқушылар мен мектеп қызметкерлерімен етене танысу арқылы зейнеткерлер мен оқушылар арасында достық қарым-қатынас орнады, ұрпақтар арасында сабақтастық нығайды. Қарияларға қамқорлық таныту мақсатымыз ұлы жеңістің 75 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылған қамқорлық акциясы есебінен әзірленген тәтті себет сыйлығын тыл ардагерлеріне табыстау арқылы жалғасын тапты. Ардагерлер өздерінің шексіз алғысы мен ыстық ықыласын жылы лебіздерімен білдірді. Спасибо за продукты, которые вы мне принесли. Вот, у меня такое положение серьезное, что я одна живу. Осы мені құрметтеп келгендеріңе мың рахмет айналайын. Денсаулық тілеймін жастарға, ұрпақтарға. Благодарю, что говорю, не забывайте про нас, это самое, и каким-то образом, и, значит, это, помните о нас. Спасибо, спасибо вам большое. И вам, и всем, это самое, и учителям, и всем. Спасибо большое всем, кто помнит старых людей и это самое. И всем вам здоровья, мира, любви и согласия. И пусть мимо проходит несчастье, пусть мимо проходит беда, а простое человеческое счастье пусть в наших сердцах будет всегда. Мектеп ізгілікті істің жаршылары көшбасшысы. Қазыналы қарияларға қолғабыс етіп көмекке келу біздің мызғымас ұстанымымыз болып қала бермек. Алдағы оқу жылдарында да жоба аясындағы жұмыстар өміршеңдікпен жүзеге асырылатын болады.